Так, сәлеметсіздер ме? Сіздермен iStudy орталық. Бүгін бізде функцияның қасиеттері және график тақырыбына арналған үй жұмысын талдау сабағы. Сонымен y деңгейінен бастаймыз. Алғашқы есеп былай берілген. Y тең синус 2x функциясының графигіне минус π бөлінген 6 нүктесінде жүргізілген жанаманың теңдеуін жазыңыз. Так, жанаманың теңдеуін табатын формуланы біз білеміз. Уже ол түсінікті деп ойлаймын. Сондықтан көп түсініктеме берудің қажет жоқ, бірден іске көшкен дұрыс. Басайық. Ең бірінші мына функцияға мына берілген нүктені қоямыз. Ешқандай өзгеріссіз қоямыз. Функцияны y-те белгілейік, fx емес. Минус π бөлінген 6-ны қоямыз, туындалмай. Қойғанда не шығады? Синус 2x-тің орнына қоямыз. Минус π бөлінген 6. Тең, енді не істейміз? 2 мен 6 қарап 3, минус синустың алдына шығып кетеді. Тек косинус тағына минус алдына шықпайды. Так, минус алдына шықса, минус синус минус шығып кетті. Π бөлінген 3 болып қысқарып кетті. Так, π бөлінген 3. Енді синустың π бөлінген 3-тегі мәні неше болады? Так, қателеспесем, түпірасты 3 бөлінген 2, алдында таңбамен минус түпірасты 3 бөлінген 2 шығады. Сонда y-тің орнына x налевойды қойғанда біздер шығады екен минус түбірастында 3 бөлінген 2. Уже қалған шығарғы жол бізге түсінікті деп есептеймін. Бұл алып тастаймыз. Енді бізге не керек? Енді туынды алу керек. Және туынды алып барып, соның орнына x0-ды қою керек. Синус 2x-тан туынды аламыз. Синус 2x-тан туындасақ не болады? Так, синус 2x-тің туындысы косинус 2x болады. Және мына 2x-тің өзінен тағы туындаламыз, ол кезде бізде 2 шығады. Так, енді барып, мына x-тің орнына қоямыз біз мынаны минус π бөлінген 6-ны. Неше болады? Так, астына жазамыз. Косинус 2 көбейту π бөлінген 6 көбейту. Мына 2 енді мында алдына жазып қоямыз. Тағы қысқарып π бөлінген 3 тең болады. 2 көбейту косинустың π бөлінген 3-тегі мәні ол 60 градус, 60 градуста мәні 2-ден 1. Қысқарып кетсе 1. Сонда y' x налевойды қойған кезде шығады екен біз 1. Енді туынды қойғандағын таптық, енді бізге жанаманы табатын теңдеу қажет. Бұл теңдеуді біз қалай жазамыз? Бұл теңдеуді былай жазамыз. Y тең болады. Y(x налевой, мене формуланы қайтадан жазайын. Қосылған y туындалғандағы мәнге берілген нүктені қоямын, және x минус x налевой. Дәл осындай формула негізі осындай. Енді қойып шығамыз. Y тең берілген функцияға нүктені қойған кезде бізде шықты минус түбірасты 3 бөлінген 2. Қосу туындалғандағынан 1 болды. Көбейтеміз, жақшаның ішінде x тұрады. Ешқандай өзгерісі x қоямыз. Азайту π бөлінген 6. Алдында теріс таңбамен мына теріс таңба бір-біріне көбейтіп плюс болады. Плюс π бөлінген 6. Енді 1-ге көбейткенмен ештеңе өзгермейді, ол белгілі нәрсе. Сондықтан біз мына жақшаны алып тастаймыз. Енді не болады бізде? Так, енді уже жауабы шықты. Мысалы, x минус түбірасты 3 бөлінген 2 плюс π бөлінген 6 бізде а нұсқасында тұр. Жасылмен өзі себеппен көрсетіп қойған. Так, бізде главный мына формуланы түсініп алуымыз керек. Не істедік? Біз мынадағы мәндерді қойып шықтық бірінші. Сосын дайын формулаға салдық. Ештеңе өзгерген жоқ. Бірінші есеп түсінікті деп ойлаймын. Келесі есепке ауыссақ. Так, мұны неге жылжымайды? Жарайды, осы күйінше жазайық. Олай, y минус 2x квадрат минус 6x плюс 2-3 функциясының өсу аралығын табыңыз. Өсу аралық табу үшін не істейміз? Туынды аламыз. Шыққан мәнді 0-ден үлкен не тең деп теңсіздік шешеміз. Егер кему болса, кіші не тең болады. Бұл бізге тек мынаусы ғана керек екен. Туынды аламыз. Y' қанша болады? Жеке-жеке туынды аламыз. Минус 2x квадрат туындысы минус 4x болады. Минус 6x-тің туындысы минус 6 болады. 2013-тің туындысы 0. Және осы нәрсені 0-ден үлкен не тең деп теңсіздік шеше саламыз болды. Ары қарай оңай. Минус 4x үлкен не тең, минус 6 мұнда плюс 6 өтеді. X, так, минус 4-ті мұнда бөлеміз, минус 4. Есесін не болады? Теңсіздік ауысады. Қысқарса минус 3 бөлінген 2. Минус 3 бөлінген 2. Бұл минус 1,5. Минус 1,5-тен кіші. Сонда минус шексіздіктен минус 1,5-ке дейін деген жауап дұрыс болады. Минус 1,5 өсу аралықты былай астына не тең дегенді қойғаннан кейін бұл бізден міндетті түрде тік жақша болатыны белгілі.
Сонда бізде мына д нұсқасында тұрған жауап дұрыс. Өсу аралығын тап деген екен, таптық. Келесі бізде үшінші есеп ол тіптен оңай екен. Бұлай, y тең косинус 3x функциясының y көсімен 3 бірлікке жоғары көтергенде пайда болған функцияның формуласын табыңыз. Бізде осьтерге қатысты формула қалай еді? Y тең x минус n-нің квадраты плюс n. Егер мынау y көсін көрсек, плюс n болса, y плюс n бірлікке жоғары жылжиды. Ал мынау минус n болса, онда плюс n бірлікке x өсі оңға немесе солға жылжып. Тура мынан таңбасы кері қарай. Бізге ең басты y көсі мынау маңызды емес, бізге мынау 3 бірлікке жоғары көтеру үшін бізге плюс 3-ті қосу керек болды берілген функцияға. Мынау дұрыс емес. Бізде тек қана дұрыс жауап д нұсқасында тұр. Функция сол күй тұрады, тригонометриялық, тек плюс 3-ті қосамыз. Ал мыналар, олар уже оның мына волнасын азайтады, қысқартады, әртүрленді. Ал мынау плюс 3 деген сөз, ол мына графикті 3 бірлікке жоғары не қылады, не болса 3 бірлікке төмен түсіріп тастайды. Ешқандай қиындығы жоқ. Сонымен келесі уже с деңгейіне де келіп қалыппыз. Бірінші есеп былай, функцияның экстремум нүктелерін көрсетіңіз дейді. Мынандай бір үлкен функция көрсетілген, қиын сияқты көрінеді. Y тең 4-тен 1 x-дің 4 дәрежесі минус x куб минус 5x квадрат плюс 18. Оққанның өзі қиын көрінеді. Не істейміз? Экстремумдарды табу үшін біз теория сабағында түсіндірдік. Туынды алып, сындық нүктелерін тауып аламыз. Сындық нүктені табу үшін туынды алып 0-ге теңестіреміз. Осыдан шыққан мәндерді x-ті, x1, x2 деген мәндер шығып, осыны ең бастапқы функцияға қоямыз. Сол кезде қайсысына не үлкен мән шығып, соны дұрыс деп табамыз дедік. Енді осы айтқан бойынша қозғалайық. Бірінші туынды аламыз. Мына функциялар оңай, бірден туынды аламыз. 4-ті алдына түсіреміз, 4-те 1-бен қысқарады, x куб қалады. X куб минус x кубтан туындасақ 3x квадрат болады. Минус 5x квадраттың туындысы 10x, 18-дің туындысы 0. Туынды алғанда бізде осындай бір функция шығар екен. Енді осыны 0-ге теңестіреміз. 0-ге теңестірсек не болады? X-ті жақшының алдынан шығаруға болады. Бәрінде x бар. Шығарсақ не болады? X квадрат минус 3x минус 10 тең болады 0-ге. Осы жерде мына x-ті 0-ге 1 теңестіреміз, жақшаның үшін 1 теңестіреміз. Жақшаның үшін 0-ге теңестірсек бізде квадрат теңдеу шығады. Ол квадрат теңдеудің жауабы бізде 2 жауап болады, квадрат теңдеу. Оны шешуді білеміз деп есептеймін. Бірден жауабын жазайын. 5-те минус 2 шығады квадрат теңдеуден. Сонда бізде неше 3 мән алды? 0, 5, минус 2. Енді берілген функцияға, ең бастапқы функцияға бірінші 0-ді қояйық, неше шығады? Мынаның бәрін 0-ді қойсақ, x-і барлардың бәрі 0 болады, тек не қылады? 18 қалады. 0-ді қойғанда 18 шығады екен. Енді егер бастапқы функцияға 5-ті қоямыз. Уже 5-ті қою күрделі. 5-дің 4 дәрежесі көбейту 4-тен 1 минус 5-дің 3 дәрежесі минус 5 көбейту 25 плюс 18. Ол тек көбейту бөлуден тұратын сандар. Сонда бізден неше шығады? Бір үлкен бір сан шығады. 5-ті қойғанда тақында жасылайым. Примерно мынандай сан шығады. 25 көбейтілген 25 бөлінген 4 минус 5 тағы минус 5 плюс 18. 5-ті қойған кезде уже үлкен бір сан шығатын түсінікті. Мен оны нақты есептеп көрген жоқ. Жалпы енді қосу, азайту, көбейту, бөлуді бәріміз білеміз деп есептейміз. Минус 2-ні қойғанда бізде 10 шығады екен. Енді бұдан не түсінуге болады? Мына 5-ті қойғанда бір үлкен бір сан шығатын болса, яғни 5-дің 4 дәрежесі дегеннің өзі үлкен сан. Мысалы 3 дәрежесі 125 болса, 5 дәрежесі шамамен 725 па, сондай сан болады. Ол 725 4-ке бөлу арақ көк, сондай әңгімесі көп енді. Уақыт алады, сондықтан 5-ті қойғанда көп сан шығатын уже түсінікті. Біріншісінің өзінен ақ көп сан шығады, ол болды. Ары қарай мынаның бәрі уже ойнамай қалады оның қасында. Сонда бізде ең үлкені 5 болады екен, 5-ті қойғанда шығады екен, ең кішкентай минус 2-ні қойғанда шығады екен. Ал 18 деген ол уже ортасы болып қалады. Ол максимумға да минимумға да кірмейді. Сонда минус 2-ні қойғанда минимумы шықты, мынау көкпен байып қойған. 5-ті қойғанда үлкені шықты. Ал ең үлкен шыққанын біз максимум деп айтамыз. Енді бұл жауапты да шешіп тастадық, қиналмай. Келесі екінші есепте
y тең x-тің 4 дәрежесі бөлінген 4 функциясының графигіне абсцисса x налевой тең болады минус 1 нүктесінде жүргізілген жанаманың бұрыштық коэффициентін табыңыз дейді. Біз ең бірінші есепте жанаманы табудың формасын көрсеттік қой. Дәл сол бойынша жанаманы тауып аламыз. Сол жанамадан туындалып шыққан мән уже сол жанамадан туындалғандағы мән бізде k-ның мәнін береді. Бірінші жанаманың теңдеуін тауып алайық. Не істейміз? Минус 1-ді мына орнына қойып көреміз. Бізде берілген функция былай. x-тің 4 дәрежесі бөлінген 4. Осы жерге минус 1-ді қойсақ, минус 1 4 дәрежесі 1-ді береді, бөлінген 1 бөлінген 4 шығады екен. Және туындаламыз. x-тің 4 дәрежесі бөлінген 4-тен туындасақ, x куб шығады. Ол уже 4 алдына түсетін, арта куб қалады, 4 пен 4 қысқарады. Тірі аржанды уже түсінікті. x куб қалады. x кубтың орнына минус 1-ді қойсақ, минус 1-дің 3 дәрежесі ол минус 1-ді береді. Кез келген минус санның тақ дәрежесі оның таңбасын сақтайды. Ал кез келген минус санның жұп дәрежесі ол уже оның плюс таңба болып шығуына гарантия береді. Өстіп әр жағы бөліп кете бермей, нақты есепке көшсек. Туындалып болғанда минус 1-дің өзі шығады екен. Енді жанаманы табамыз. Жанаманы тапсақ не шығады? 1 бөлінген 4. Бірінші жанаманы одан кейін қосу дейміз де туындыны қоямыз. Туынды бізде минус 1. Жақшаның ішіне x минус 1-ді қойсақ, мұндай плюс 1 болып кетеді. Енді ары қарай мына теңдеуді бір дұрыстап іріктеуге, сонда минус x, мына минусты көйтіп, минус 1 көйтіп минус x-ті береді, минус 1 көйтіп плюс 1, минус 1-ді береді, және плюс 4-те 1 бөлінген 4. Енді мына екеуін іріктеуге болады, 1 бөлінген 4, минус 1 қанша болады? 4-тен берсек, минус 3 бөлінген 4 шығады екен. Мына жерді алып тастап, орнына минус 3 бөлінген 4-ті қоямын. Минус x, минус 3 бөлінген 4. Бізде мына функцияға, мына нүктеде жүргізілген жанаманы теңдеу мына болады екен. Енді осыдан бір туындаламыз, яғни бізде жанаманы теңдеуін таптық қой, y жанаманың теңдеуінің бір туындағанымыз, оның k бұрыштық коэффициентін береді. Және осы туындалғандағы мәнімізді тангенс альфаға теңестіріп теңдеуді шешсек, бұл жерде шыққан альфа оның мына OX өсімен жасаған бұрышының мәнін береді, яғни тангенстегі мәнін көрсетуі мүмкін, не болмаса нақты градустағы мәнін көрсетуі мүмкін. Енді мына берілген функциядан тағы бір туындаса k-ға тең болады. Сонда мынау жойылып кетеді, бір туындасақ, минус x-тің туындысы минус 1. k деген сонда минус 1-ге тең екен. Минус 1 дегенімізде мына сан нұсқасында тұр. Келесі уже үшінші есепте былай көрсетілген. Y тең kx плюс 2 функциясының графигі a2,5 нүктесі арқылы өтеді, k-ның мәнін табыңыз дейді. 2,5 нүктесі арқылы өтетін функция көрсетілген, бірақ функцияның бір санын жасырып қойған. K деп айнымалы енгізіп қойған. Яғни мынау a нүктесінен өту үшін, яғни a нүктесінің адресі 2,5 болса, x-қа 2-ні берген кезде y-ге 5 шығу керек. Мысалы біздің функция мынау ғой, y тең kx плюс 2. Егер осы a нүктесінен өту үшін x-тің орнына 2 қойған кезде y-гіміз 5 шығу керек. Бұл осы теңдеуді шешеміз. Y-тің орнына 5-ті қоямыз, k белгісіз бізде. X-тің орнына 2-ні қоямыз, плюс 2. Вот осы жерден k-ны тапсақ болды. 5 азайту 2, 3, 3-ті 2-ге бөлсек 1,5 болды. 1,5 бізде т нұсқасында тұрған жауап. Ешқандай қиындығы жоқ. Оңай шығаруға болатын есеп. Бұлай, y тең 4x минус 6 функциясына кері функцияны табыңыз. Кері функцияны табу үшін есеміз, x пен y-тің орнына ауыстырып жүреміз тұрған жерінен. Енді өзіңізге қалай ыңғайлы солай істейсіз. Ауыстырып жүреміз, осы жерден y-ті табамыз. Не істейміз? X минус 6 плюс 6-ға өтетін аған тең болады 4y-ға. Y тең болады нешеге? Алдында тұрған 4-ті мұнда бөлуге жараймыз. Сонда x плюс 6 бөлінген 4. Бізде кері функция уже. Енді мұнан әрқайсысын жеке-жеке бөлсек болады. X бөлінген 4 плюс 1,5. Алдын 4-ке бөлсек 1,5. Мынаған қайтып 4-тен ортақ бөлім берсек, қайтып мына нәрсе шығады. Мына x бөлінген 4 плюс 1,5 деген бізде мына сан нұсқасында тұрған жауап. Келесі бізде соңғысы теориялық сұрақ. Тақ функцияны көрсетіңіз дейді. Мынау 3x квадрат деген бұл жұп функция. Косинус ол да жұп функция. Жұп функцияға жұп функцияны қоссақ,
не болады, одан да жұп функция шығады. Так, енді келесі. Тангенс, x куб деген ол тақ, тангенс x ол да тақты береді. Жалпы тригонометрияда косинустан басқасының барлығы, яғни так, синус бар, котангенс бар, тангенс бар. Осы үшеуі де тақты береді, косинус қана жұпты береді. Бірақ тангенс те тақ, мынау да тақ. Тақ функциялардың көбейтіндісі ол да жұпты береді, алып тастаймыз. Мынау модулясында болғаннан кейін итакта жұп функция, мынау синус x бұл дәрежені көрсетіп тұрады, бұл әрқашан жұп функцияны көрсетеді. Яғни дәреже ешқашан теріске тең болмайды. Сондықтан бізде ең соң қалатын ең нұсқасында тұрған жауап. Неге? Өйткені x квадрат ол жұп функция, x квадраттан қанша минустан бергенімізде квадраттап қайтып x квадраттың өзі шыға береді. Тангенске теріс таңба берсек, уже тангенс теріс функция, а мынау жұп функция екеуінің көбейтіндісі қайтадан тақ функцияны береді. Бұл ең нұсқасында тұрған жауап бізде дұрыс. Сонымен бүгін біздің үй жұмысына берген есептеріміз аяқталды. Так, мынау жылжымай қалды. Аяқталды. Ешқандай бір түсініксіз қиын есеп кездескен жоқ деп ойлаймын. Сонымен сау болыңыздар.